Сәлем достар. Біз бүгін қалада қыдыруға шықтық. Выходной күні балалармен Малая Алматинка речкаға баруға шештік. Ана Омарова көшесінен бастап Малая Алматинка речкасының бойымен түсіп серуендедік. Судың бойымен. Мынау енді речканың Оспановадан кейінгі Оспанова көшесінен кейінгі жері, бастамасы десе де болады. Енді балаларға өте қызық болды. Сарқыраған су, таза ауа. Ең қызығы, бүгін біз 10 километрден астам жаяу жол жүрдік. Оспановадан бастап Аль-Фарабиге дейін. Только осы речканың бойымен жүріп отырдық. Ойнап, жол жөнекей. Жақта неше түрлі тоже спортивный площадкалар, балаларға арналған, үлкендерге арналған, детский площадкелер бар жол жөнекей. Сонымен балалар әбден көңіл көтеріп, иммунитетімізді көтеріп, жаяу жүріп дегендей. Енді табиғат керемет. Табиғаттың сұлулығы өте әдемі. Балалар көшеге шықса әйтеуір настроениелері керемет болып, жүгіріп, секіріп, бір асыр салып қалады. Ол деген денсаулыққа өте пайдалы. Сергиді, жаяу жүреді. Балалар бізбен қосып тоже сондай расстоянияны жаяу еңсерді. Речканың бойымен ғана жаяу шықтық. Өте күшті. Көлеңке, таза ауа. Күн ыстық болса, речканың жағалауы өте салқын. Бәрі әдемі. Балаларға да қызықты. Олар жүгіруден шаршамайды. Бәр жерде жүгіріп жүреді. Мына жерде речкада әр көшеге келгенде осындай бір мосттары бар, көпірлері. Көпірлер бар. Судың аққанын, судың сыбдырын тамашалауға болады. Ол деген ғажап нәрсе. Мінекей, өзен ағып жатқан. Ағысы да жылдам. Енді мәңгі қарап тұратын бірнеше ғана зат бар ғой. Оның бірі су. Судың ағысы, судың сыбдыры. Өте керемет. Мынау екінші көпірден өттік біз. Енді бұндай көпір көп бұл жақта. Егер де сіз машинаның шуылынсыз, бір алаңсыз жер іздесеңіз, осы жерге келіп, жаяу жүріп қыдыруға болады екен. Өте керемет. Біз бұл жерде бірінші рет емес, біз часто жүріп тұрамыз осы жақта. Ыстық күнде жақсы. Бір жаяу жүргің келгенде жақсы. Тамаша судың дауысы. Сарылдап аққан. Жаяу жүргенге, бұл жерде пешеход үлкен. Өздеріңіз көріп тұрғандай пешеход үлкен, сосын тура судың қасында. Ешқандай машина жүрмейді. Үлкен тротуар. Отыратын жерлері де бар. Спорт площадкалар да бар.
шаршасаңыз отырып демалуға да болады. Бұл Алматының әдемі жерлерінің бірі десек те болады. Өте сұлу көрініс. Негізі бұл Малая Алматинка деген, біз Аль-Фарабиге дейін ғана бардық. Бұл өзен өзі төмен түсе береді. Негізі біз всегда Төле биге дейін жаяу түсе беретінбіз. Абай, Төле би, Сатпаев арқылы. Бұл жолы Аль-Фарабидан бұрылдық. Енді онсыз болмайды, турникке асылып, секірмей кетпеуге болмайды енді. Иә. Теренкур дейді, міне жерде жазып қойыпты. Негізі жақын көше, осы көше Теренкур болу керек. Детский площадка. Мына жерде біз бір белканы көріп қалдық. Мына көшеге бұрылғанбыз ғой, дүкенге. Артындағы көше Тәттімбет көшесі. Мына жерде жаңағындай алты бақандар, әткеншектер балаларға. Көңіл көтеруге не скучно. Мына жерде кофейня ашып қойыпты. Өте ыңғайлы. Мына жерде бір площадкаға тоқтамай өте алмайсың енді. Балалар ойнамасқа әйтеуір көндіреді. Бұл кезде балалар тұрмақ, біз өзіміз шаршағанбыз жаяу жүріп. Балалар шаршамайды. Бұларды әрең алып шықтық бұл жерден. Міне біз уже жеттік, Аль-Фарабиге шықтық. Оспановадан Аль-Фарабиге дейін мына жаққа қарай бұрылдық біз, Восточка жаққа қарай. И енді остановкаға дейін жаяу барамыз. Так, мына жерден Көктөбе көрінеді. Вышка. Мына жер керемет құз екен өзі. Ана жерден речка ағып жатыр тоже басқа. Мына жерден Көктөбе көрінеді, негізі Восточкада. Канаткалар. Канаткалар Восточкада. Енді біз остановкамызға келдік. Балалар шаршамады, біз шаршадық. Бер жақтың бәрін бірақ жалаң аяқ жүрдік біз. Өте романтично болды. Балалардың денсаулығына пайдалы. Кішкене ғана отырдық, автобусымыз кеп қалды. Мынау Восточка. Мынау уже автобустан түскен кезіміз. Үйге қарай кеттік. Үйге жеттік, шаршап келдік. Біздің каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Қызық видеолар болады деп сендіреміз.